апа, Ал. осы мына Тұрғанбай атамыз жаңыл әжемізден нешеусіздер, соны апа бір не қылып беріңізші, айтып. Жаңыл әжең 13 туған. 13 туды, 2-де туды. Соның көбісі ұл. 7-8 ұлау. Олардың бәрі тұрмады ғой. Олардың бәрі тұрмады, көз етті. Ілгергі заманда көз деген жаман болады екен ғой. Доғдыр жоқ, не жоқ, бір Аллаға сиініп айтау. Енді айтау, осай балас сөтем-ау, балас сөтеміз-ау, бұл қалай болды? Болыс болдым, би болдым. Бір ауызынан жейтін адам табы, апамның айтқан сөзі еді, апам айтып еді ғой. Әкең, болыс болдым, би болдым. Жаңыл әжем айтып жатыр ғой оны. Жаңыл әжем айтып жатыр ғой. Болыс болдым, би болдым. Әжең айтып жатыр. Әжең айтып жатыр. Жаңыл әжең айтып жатыр. Атам айтқан да. Атаң айтқан. Болыс болдым, би болдым. Адамның кеуілін қалдырмап едім. Бұғалай болды. Бір дүядан балас төтенбай деп жүргенде, сені берді Құдай дейді маған. Сіз үміт сөйтіп қойған екен ғой, атыңызды. Сонан ек қабаттын дейді. Ай күніме жетіп отырым дейді. Ай күніме жетіп отырым. Бір жерге кетіп қалды дейді. Кетіп қалып еді. Бетірамарын сұрап алып қалдым дейді. Ана толғақ кетіп қалады дейді. Сонан әкең келем дегенше бала жерге түсті. Қатындар ойбай қыз туды деді. Қыз туды дегенде ұялып шалдың бетіне қайтып қарайым дедім дейді ау. Әжем. Ұл туды. Малды байлап отыр дейді. Осы тусам той қылам деп. Соныменен алдынан Жақып деген ағамыз, Жақып, кешегі мынаның әкесі. Кеше бір ініміз өлді ғой. Кім аттасы жаңағы? Сәлоның аттасы. Рахат. Жоқ. Оспан деген кеше. Кеше өзінің әкесінің аты кім? Кәлен ағамен туысқан ғой. Сол жүгіріп атамнан сүй сұрайым деп кетті дейді. Қабақтан әкең шал келе жатыр дейді. Ата, әжем қыз туды деген. Ойпырмай, қыз туса Құдайдың бергені ғой. Құдайдың берді ғой маған. Оның атын үміт қояйын деп. Өзі қойған ба атамыз сонда? Тұрғанбай атам? Тұрғанбай атам өзі қойып отыр ма? Үміт қояйын, шырағымның арты жарқырар деп. Ана тұрған атты байлап, шүйіншіге атты мін деп айтты дейді. Сонан Жақып дейді, атты мініп алып, атам ат берді деп шауып алып жөнелді дейді.